Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін біз творог қосылған пирог жасаймыз. Осындай әдемі, тартымды, керемет болып шығады. Ал енді пирог жасауға кірісеміз. Ертілген сұйық май, шекер, 2 жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бір келкетіп араластырып болғаннан кейін оған қопсытқыш қосамыз. Мен 2 шай қасық қопсытқыш қосып алдым. Енді тағы да біраз араластырып, қопсытқыш ерігенше күтеміз. Каналымда түрлі керемет оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыз. Жақсылап араласты. Енді ұн қосып, қамыр жасап аламыз. Азыздан қосып араластырамыз. Ұнның бәрін біріктіріп, қамыр жасап илейміз. Міне, ұнның басы бірікті. Енді аз ұн қосып, әдемілеп, илеп аламыз. Енді кішкентай тарелкаға салып, бетіне кез келген пленканы жауып, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Творогты пирогтың бетіндегі творогын дайындап аламыз. 2 жұмыртқа, шекер қосып, шекер ерігенше жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласып шықты. Енді творогымызды қосамыз. Енді барлығын әдемілеп шанышқымен араластырып шығамыз. Енді листке май құйып жағып аламыз. Шет-шетінің барлығына бір тегіс етіп жағып болғаннан кейін дайындаған тоңазытқыштан алынған қамырды қойып, оны да жіңішке етіп листке жайып аламыз. Қамырдың азғантай бөлшегін бөлек алып қойып, пирогтың шетіне дөңгелек етіп жайып қойып шығамыз. Дайын болған пирогтың қамырының үстіне араластырған творогымызды салып, бетін тегістеп шығамыз. Творогты тегістеп шықтым. Енді оның үстіне кептірілген малина қосып, болмасам үйде қандай жеміс-жидек болса, соны қосып, бетін әдемілеп сәндеуге болады. Осылай барлық жеріне қойып шықтым. Енді әсел пешке 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Сіздерде градусы өте қатты қызып кететін болса, төмен градусқа қойып пісіріп алыңыздар. Міне біздің творог қосылған пирогымыз дайын. Балалар сүйсініп, рахаттанып отырып жейтін пирог дайын болды. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер.